Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге жаңа Қазақстан жобасы әдеттегідей бірінші рет, бірақ біз өз үйімізден шығып отырмыз. Сіздермен бірге дос көшім, Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Көптен бері сіздермен байланысқа шықпап едік, оның себебі енді барлықтарыңызға белгілі карантин, коронавирус. Оның үстіне бұл біздің қасиетті Рамазан айында алғаш жүздесіп отырғанымыз, сондықтан осы ораза айында барлық оразаны ұстаған, жалпы барлық елімізге құт береке тілегіміз келеді, және сонымен қатар осы айда жасаған барлық тілектеріңіз қабыл болсын, жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын. Өткен апталарда көптеген оқиғалар болды, бірақ енді барлығымызға, бүкіл елге ауыр тиіп отырған жағдай мынау карантин. Сондықтан әңгімемізді әрине басқа да тақырыптар бар, мынау мемлекеттік орындардың жұмыстары, әлеуметтік мәселелер, экономикалық қиыншылықтар десе де, осы коронавирустан бастасақ, бұл жайында енді қоғамымызда түрлі пікірлер бар, ауыртпалықтар бар. Досаға, Әбеке, өздеріңіздің жеке тәжірибеңіз қандай, осы коронавируста бәлкім бір тәжірибелеріңізбен бөлісетін шығарсыздар, лайфхактарыңыз бар шығар, енді жұмыссыз қалып отырған, қаржысыз қалып отырған, жалпы үйінде жаңағыдай қамалып отырғандықтан енді осындай бір кеңестер қажетті шығар. Сөз өздеріңізде. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар, оразаларыңыз қабыл болсын. Шындығында жалғыз Қазақстан емес, бүкіл дүниежүзінде екі оттың ортасында қалған сияқты дилемма. Не болмаса бәріміз карантин жариялап отыруымыз керек, індеттен қашып, не болмаса жұмыс істеп, ертеңгі күнімізді ойлауымыз керек. Мен ойымша Қазақстанда осыны ойлап отыр. Шындығында да карантин дер кезінде жарияланды, Құдайға шүкір. Дегенмен әлі кешегі президенттің айтуы бойынша шарықтау шегіне жеткен жоқ. Шарықтау шегіне жетпей жатып, біздер карантинді тоқтатып жатырмыз. Мен оны да түсінем жақсы, себебі жұмыс істеу керек, көктем, егістік, тағы басқа мәселе. Індет деп отыра берсек, бір жылдан кейін ашаршылыққа ұшырап қалу қаупі бар сияқты. Сондықтан бұл жерде не бір жағына шығуымыз керек. Сондықтан бір жағы карантинді сақтай отырып, екінші жағынан жұмысты бастап кеткен мен ойымша дұрыс. Маған бір ғана таң қалып отырғаным, барлық теледидардан, барлық жерден үйден шықпа деген жазу бар да. Мен өзім даланы жақсы көретін адаммын ғой. Жолдастарым маған хабарласады, қой шоу жүрген, аң шоу жүрген, қалай үйден шықпаймыз? Біздің жан-жағымызда 30 шақырым жерде бір адам жоқ дейді. Мен ойымша үйден шықпа дегеннен гөрі араласпаңдар, бірлеріне жақындамаңдар, ауру жұқтырасыздар деген ұран дұрыс сияқты. Мүмкін біз Европадан көшіріп алған шығармыз. Жаңағы Бельгияның кішкентай біздің бір совхоздық жерде миллиондаған адам тұрған уақытта үйден шықпа деген ұран дұрыс. Бізде ең болмаса жаңағы араласпаңдар, бірлеріне жақындамаңдар деген ұран дұрыс сияқты да менің ойымша. Сондықтан коронавирусқа да үйрене бастаған сияқтымыз. Кез келген ауыртпалықты халық әуел кездерде қинала қабылдайды, одан кейін сәл-пәл үйренеді. Бірақ әлі де болса қауіп қайтқан жоқ. Сондықтан мен жаңағы Тоқай мырзаның қазіргі айтқан сөздерінің бәріне мен өз басым қосылам, жақсы жолдау жасады. Халық егер оны жақсылап түсінетін болса, бұл жерде бәріміз бірлесіп, бәріміз бірге жаңағы бір Қазақстан жұртшылығы осы мәселені бірге отырып шешкеніміз дұрыс болады деп ойлаймын. Енді маған бір қатты ренжіп отырған нәрсе, мүмкін бұл екінші тақырып шығар. Бұл осындай кезде індет болып жатқан уақыттарда халыққа ең қажетті деген заңдардың мәжілістен өтіп сенатқа кетіп бара жатқанына шынын айту керек, жағам ұстадым. Мен ойымша ол жайында қосымша сөйлесе жатарық. Қазір карантин мәселесін Әбеке өзіңіз жалғастырсаңыз. Армысыз ағайын. Біріншіден мына ораза құтты болсын, қабыл болсын ниеттеріңіз, карантиннен ел аман шықсын. Меніңше карантин тек қана медициналық емес, қоғамдық, саяси, психологиялық, моральдық сондай бір категорияларға ауысып кетіп, қазіргі таңда осы күнге дейін 30 жылдың ішіндегі елде не істеп, не бітірдік, билік қандай жетістікке жетті, қандай кемшін тұстар бар, соның бәрін айна қатесіз көрсетті деп ойлаймын. Сондықтан тырнақ астынан кір іздеп, қазір мен өз басым енді талай жыл билікті сынап жүрген азаматтар ретінде отырып алып, сол әрбір қателігін, кемшілігін тізе беруге болар еді. Меніңше қазір ол азаматтыққа жатпайды. Қазір билік меніңше қолынан келіп жатқан, жасап жатқан сияқты. Тіпті бір нәрсе айтайын. Өткен жолы сайлауға түскен азамат ретінде. Соңғы мына кешегі Тоқаев мырзаның жолдауында адами сондай бір жылылық пайда болып жатқан сияқты. Мен енді оны бір
сондай бір түбегейлі бетбұрыс деп баламаймын. Оған экономикалық, әлеуметтік шешімдер керек. Бірақ сол жолдаудың өзінде де сол президенттің мен сендермен біргемін деген бір сондай бір ишара танытқан сияқты. Ол меніңше қазіргі қиналып жатқан халыққа үлкен бір демеу деп білемін. Бірақ бұның бәрі азаматтық қоғамның, кез келген азаматтың карантиннің кезінде орын алып жатқан кемшіліктер туралы, ретсіздіктер туралы айтудың құқығынан ешқандай айырыла алмайды. Сондықтан мен Досекеңнің сөзіне қосыламын. Биліктің осы қолға алып жатқан шараларын қолдау керек. Бәлкім осы карантиннен шыққанша, коронавирустан құтылғанша саяси қарсыластықты түтіп жеп қоюды бір реті келсе сынап қалу дегенді меніңше қою керек сияқты. Сондықтан меніңше бұл карантин бүкіл ұлтқа сын, қоғамға сын, баршамызға сын деп ойлаймын. Енді шынымен коронавирус бұл төтенше жағдай. Мен белгілі бір дәрежеде оны соғыспен тіпті салыстырар едім, өзімізге жай түскендей. Және осындай жағдайда меніңше кез келген мемлекеттің, қоғамның іштей күші, іштей ынтымағы танылады. Әр нәрсе әрине салыстырмаға келгенде аңғарылады. Оның ішінде түрлі мемлекеттердің қазір тәжірибесін көріп отырмыз. Көптеген елдер дайын болмай шықты. Бірталай елдер кешікті. Тағы біреулерінде асыра сілтеушілік бар. Жаңағыдай Үндістанда сияқты көшеде жүргендерді таяқпен соққылап, Қытайда сияқты жаңағыдай түрмеге тыққылап, немесе Ресейде сияқты подъезімен қоса бәрін шынжырлап тастайтын. Құдайға шүкір, бізде ондай асыра сілтеушіліктер жоқ. Әрине мәжбүр болғаннан жасалып отырған шектеулер менің ойымша жетіскеннен емес, ең алдымен елдің қауіпсіздігі, елдің денсаулығы тұрғысынан. Сондықтан мен жаңағыдай ынтымақ, түсіністік, мәжбүрліктен қабылданып отырған шешім деп өз басым білемін. Және осындай жағдайда жаңағыдай бір популизмге салынып, сыншылдыққа салынып жатудың меніңше қажеті жоқ. Әрине коронавирус меніңше көп нәрсені аңғартты. Оның ішінде өзімізде де қателіктер жоқ емес екені айтылып отыр. Және бұл тек қана жаңағыдай оппозиция деңгейінде немесе әлеуметтік желілерде ғана емес. Кеше өзінің мәлімдемесінде Қасым-Жомарт Тоқаев та оны мойындады. Түрлі олқылықтар бар екенін, оның ішінде интернет желісіне қатысты тағысын тағы. Бірақ десе де, меніңше негізінен қабылданып жатқан шаруалар орнымен, уақытылы және кешенді болып жатыр. Әрине коронавирустың сабақтарында алу керек, денсаулық сақтау саласына, оған бөлінетін қаржы тұрғысынан бір жағы. Екінші жағы үнемшілдік мәселесі. Мінекей бір жарым айдан бері түрлі съездер бұған дейін жоспарланып қойылған, түрлі форумдар өткізілмей жатыр. Және олардың керек еместігі меніңше танылды. Айтарлықтай қажет жоқ. Миллиардтаған ақшаны соған жұмсап, қайта сол үнемделіп қалған ақшаны қазір дәрігерлерге, сол денсаулық саласына жіберсе, құбағы. Я болмаса қазір карантин жағдайында көптеген шенділер үйде жұмыс істеп отыр. Немесе мүлде демалысқа шығарылды, жартысына жуығы десе де мемлекеттік қызмет кәдімгідей жұмыс істеп тұр. Бұл да меніңше бір ой туғызатын мәселеде жаңағыдай шенділердің санын қысқарту. Онсыз да жартылай болса лайықты деңгейінде жұмыс атқарып жатыр. Негізінен осындай пікірлер бола тұра, менің ойымша қазіргі биліктің, мемлекеттік орындардың жұмысын оң бағалау керек, қолымыздан келгенше қойылып отырған талаптарға бағынуымыз керек, тәртіпті орындауымыз керек. Бұл меніңше ортақ мүддеміз болып табылады. Ал енді жаңа Досаға айтып өткен коронавируспен өмір тоқтап қалған жоқ, түрлі шаруалар болып жатыр. Мемлекеттік орындарда, парламентте түрлі талқылаулар, оның ішінде өте өзекті тақырыптар бойынша болып жатыр. Менің ойымша солардың ішіндегі бізге ең бір жанымызға бататын мынау митингтер мен шерулерге қатысты заң жобасына қатысты әңгімелер. Осы тұрғыда қандай ойларыңыз бар? Енді жаңа билікті осы уақыттарда сынамайық, бәріміздің жағдайымыз бір деп жатырмыз ғой. Бірақ дегенмен де осы жерде менің әттеген ай дегенім бұл парламенттің дәл осы кезде, осы карантин уақытында, індет кезінде халыққа, қоғамға аса керекті 3 заң жобасына өзгертулер енгізу, не жаңадан жасау кезіндегісін мәжілістен өткізіп сенатқа жібергеніне мен шын айту керек, таңғалдым да. Себебі бұл халық болып талқылайтын мәселе. Басқа заңдар айтса, ратификация жасау, халықаралық заңдарды оны жүргізе беруіне болады. Әрине парламент жұмыс істеу керек, онысы өте дұрыс. Бірақ дәл мынау 3 заңды, бұл сайлау туралы, саяси партия туралы және бейбіт шерулер туралы заңды менің ойымша дәл осы кезде тықпалаудың қажеті жоқ. Мүмкін бұл қателіктер шығар. Себебі бұл халық болып талқылайтын, әсіресе саяси топтардың талқылайтын мәселесі. Енді мен осы ішіндегі өзім көріп, қарап, сараптама жасап шыққан бір ғана заңды айтайын, бұл бейбіт шерулер туралы.
Өкінішке орай бейбіт шерулер жөніндегі ең үлкен айқай бір-ақ нәрсе тұғын. Бұл хабарлама беріп шыға беруге бола ма, рұқсат алмай-ақ? Жоқ әлде міндетті түрде әкімшіліктің рұқсатын алу керек па деген. Менің өзім көруімше 14-ші бабын қарап шықсақ, міндетті түрде рұқсат алу керек болып отыр. Оған арыз жазу керек, оның арыздың ішінде 14 пункт бар, бұрын жоқ нәрсе. Бұл бюрократия тағы да. Ішінде мысалы оның ақшасы қайдан келді, қанша адам жиналады дегеннің бәріне жауап беру керек. Қысқасы бюрократияландырып жіберген заң жобасын. Екіншіден, оның ішіндегі негізгі мәселелердің жаңағы ең бастысы тек қана хабарлама беріп шыға беруге бола ма деген мәселе менің ойымша шешімін тапқан жоқ. Сосын тағы бір-екі мәселе бар, және бұл өмірде болған мәселе. Бірінші мәселе, бейбіт митинг шерулері көп жағдайда рұқсат сұрамай-ақ шығады. Өйткені елдің шетіне жау тиген уақытта, әйтпесе 91 жылғы сияқты ГКЧП болған уақытта адамдар арыз беріп 3 күн не 7 күн отырмайды. Адамдар көшеге шығады. Осыны ешқайсысы реттелмеген, өкінішке орай. Өйткені ертең мысалы жерге байланысты қол қойып жіберсе, халық сол күні түнде 5 минуттан кейін көшеге шығады. Бұның қандай жағдайда шығу керек, бұл жер қандай жағдайда жауапты, бұл жерде түк мәселе айтылмаған. Екінші тағы да өте қызық нәрсе. Біздерде митингіге болады дегенде соған бара жатқан адамдарды сол жерде болған адамдарды ұстайды. Әлі митингі болған жоқ. Әлі микрофоннан бір адам сөйлеген жоқ. Халық жиналған жоқ. Халық жиналғаннан кейін барып, не прокуратураның өкілі, не әкімшіліктің өкілі шығып, кешіріңіздер, бұл рұқсат берілмеген. Сондықтан тараңыздар, бұл митингі заңсыз деп айтқан ешкім жоқ. Қасынан өтіп бара жатқан адамдарды ұстау. Осы бұл заң жобасында мүлдем айтылмаған. Демек, бұл әрі қарап жалғасады деген сөз. Қысқасы, осындай өмірде бар, бірақ қажетті мәселенің көбісі менің ойымша мүлдем заң жобасынан тыс қалған сияқты. Енді мен тағы бір ауыз сөз қосайын, заң жобасын оқып шығып мен таң қалдым да, бұл қазақ адам жазған заң жобасы емес. Ішіндегі жаңа бір сөз кіргізген, сөйлемдердің бастауышымен байланысу біріне бірі ұқсамайды. Білеміз ғой, орыс тілінде жазылған шығар ол заңның бәрін. Тіптен керек десеңіздер, бұрын пикет қою, пикетке шығу деген сөз бар ғой. Қазір оның бәрін алып тастағанда пикеттеу деген бір жағадан сөз. Неологизм ойлап тапқан. Қысқасы, заң жобасының форматының өзіне де менің көңілім тоймайды. Енді басқана екі заң жобасын мен әлі керек десеңіздер көрген де жоқпын. Бірақ онда да менің ойымша айтылуы бойынша саяси партиялар туралы заңда тек қана жаңағы бір-екі мәселе, бұл 30%-дан жаңағы не дейміз, әйелдерді жастарды кіргізу керек деген мәселе, әйтпесе партияны тіркеу үшін 40-тың орнына 20 деген сияқты. Бұл базардағы бір дамбалды саудаласып отқан адам сияқты 40 мың ба жоқ 40 мың да 20 мың деп жүрген. 20 мың деген қайдан шықты? Қазақстандағы электораттың санына байланысты шықты ма? Қазақстандағы адамдардың санына байланысты ма? Белгілі бір нәрсеге бір байланысты шығарады ғой, аспаннан алмайды ол санды. Ойбай, сендер 40-қа риза емес екенсіздер, онда 20-ға түсіре салайық деген сияқты. Ресейде 5 мың. Неліктен Қазақстанда бұрынғы 91 жылғы сияқты 3 мың болмайды? Мен өз басым түсінбеймін де, осыны біреу дәлелдеп беру керек те, заң дайындаған адам. Қысқасы, менің ойымша, әлі де болса бұларда шикілік бар, әлі де болса біз бұған қайтып келетін сияқтымыз. Доскеннің сөзіне митинг туралы айтардың алдында мен жаңа сөзімді бір дұрыстап алайын. Мен ана тырнақ астынан іздеп деген кезде бұл билікті мүлдем сынау керек емес. Мына карантинге қатысты, осы экономикалық жағынан, қаржылық жағынан шынымен де елімізде қиналып жатқан кезде сол әрбір қадамына сол сын көзбен қарап тек қана жоққа шығармайық деген ғана ғой, әйтпесе саяси өмір жалғасып жатыр. Мәселен, мен өз басым қазіргі экономикалық шешімдердің ішіндегі мына халыққа көмек беру, қаржылай көмек беру жағын қолдаймын, бірақ енді әрине біз Трамп сияқты $1200 жете алмайтын шығар Қазақстан экономикасының әлеуеті. Ол да біздің осы 30 жылдың ішіндегі экономиканың мүмкіндігін қалай пайдаланғанымыздың теріс бағасы 42 мың теңге деген. Ол не? 42 мың теңге қазір түк емес. Сондықтан мен айтайын деп отырғаным, сол экономикалық шешімдердің ішінде қазіргі әсіресе шағын орта бизнестің, мына біздің отандық кәсіпкерлердің жынын келтіріп отырған ол мына 361 кәсіпорынға мемлекеттік субсидия беру туралы шешімнің жобасы. Билік қазір ақталып жатыр ол жоба деп. Бірақ жел болмаса шөптің басы қозғалмайды дейді қазақ. Сондықтан сол тізімнің ішінде бәлкім ол біреуге қарсы жасап жатқан ақпараттық шабуыл шығар, ол жағын түсінбеймін. Бірақ дәл сондай деңгейде талқылау деңгейіне, ресми талқылау деңгейіне сондай құжаттың жетуі, және оның ішінде әсіресе ауылдағы, аймақтағы шағын бизнеске емес, мына алпауыттарға, алыпсатарларға, олигархтарға қаржы бөлу туралы жобаның қаралуының өзі мен нонсенс деп ойлаймын. Сондықтан сын ол осындай бір бәлкім тегеурінді, принципті түрде айтылу керек. Ал митингілер туралы заң бойынша Доскемен сіздің сөзіңізбен қосылам. Бұл митингілер туралы заң туралы айтылып келе жатқанына бір тәуелсіздік алғаннан бері айтылып келе жатыр бұл. Бұл митингілердің өткізуінің
теориясы мен практикасын сізбен біз білеміз. Мен бір нәрсе айтайын. ОБСЕ деген үлкен ұйым бар. Қазақстан сол кезде соған төраға болу үшін талай имидждік іс-шаралар жасады. Соған талпынды, мақтанды төраға болғанына. Содан үлкен өзіне ұпай жинақсы келді. Сол ОБСЕ-ның стандарттары бар. Егер де билік, мәселен, ресми билік жоқ, бүлік болып кетуі мүмкін, бас жарылуы мүмкін, тәртіпсіздік болуы мүмкін, сондықтан мынандай шектеу қойып десе, мына жақтан либералды демократтар жоқ, біз тек қана хабардар етеміз де көшеге шығамыз десе, осының ортасындағы алтын көпір және осының бір мәмілеге келтіретін ол халықаралық стандарттар. Егер де ол қазақстандық стандарт, өзбекстандық стандарт, ресейлік стандарт емес, халықаралық стандарттар болу керек. Сондықтан меніңше, егер де парламент халық алдында өзінің абыройын сақтап қалғысы келсе, екі нәрсе жасау керек. Біріншіден, карантиннің кезінде қоғамдық ұйымдардың, қоғамдық бірлестіктердің белсенділігі объективті түрде тежелген кезде бұл мәселені мәжілісте талқылауды тоқтату керек. Бұл мәселе карантин біткеннен кейін біз барайық, басқа азаматтар барсын, басқа партиялар барсын, ашық өту керек. Ертең сол митингке қатысатын кез келген азамат қатыса алатындай онлайн режимде талқыласын. Тек қана Алматы мен Астанадағы белсенді емес, сонау Атыраудағы, Семейдегі, Қостанайдағы, Шымкенттегі белсенділер талқылап онлайн оның өз пікірін айтсын, депутаттар соны тыңдасын. Сол бірінші тоқтату керек. Екінші мәселе, ол мына ОБСЕ-ның стандарттары бар. ОБСЕ-ның кеңсесіне өткізейік, ОБСЕ бізге баға берсін. Қазақтар, мына заңдарыңыз біздің стандарттарға сай келеді екен, құба-құп, болмаса сай келмейді екен деп. Меніңше әділеттік сол жерде орнайды деп. Енді соңғы жылда биліктің көтеріп отырған ұрандарының немесе басымдықтарының бірі бұл ести алатын билік болуымыз керек, ести алатын үкімет болуымыз керек деген мәселені көтеруі әрине құба-құп қажет-ақ дүние, бірақ оның өзі өмір көрсетіп отырғандай жеткіліксіздеу. Тек қана естіп қана қоймай, халықтың, қоғамның білдірген ойларын, пікірлерімен санасып, соны ескеру керек сияқты. Оның кейбір жаңағыдай жақсы тұстарын біз көріп отырмыз. Өткенде мысалы атышулы 42.500 теңгеге қатысты қаншама дау шықты. Оның жаңағыдай тіркелуі, үлестірілуі, жеткізілуі тұрғысынан. Кешегі Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесінде сол 42.500 теңге келесі айда қосымша ешбір анықтама жиналмай автоматты түрде үлестіреді дегені менің ойымша осындай қоғамдағы ойлардың, қоғамдағы наразылықты естіп барып, содан сабақ шығарғанның көрсеткіші, әбігерге түсірмей. Меніңше осындай оң сипаттарды біз көріп жатырмыз. Көптеген былықтарды жасырмай, ашық формада соны жариялап, соңғы мысалы мәлімет, сол ресми дерек көздерінің бірі Казинформ, дәл осы коронавирус күндері соның оқылымы, соны пайдаланушылардың саны әжептәуір өсіп кетті. Яғни ресми орындардың айтқанына, солардың пікіріне құлақ асу, сонымен санасу, соларға сенім деген күшейіп келе жатыр. Бұл да меніңше жақсы көрсеткіш. Бірақ сонымен қатар әлі де жаңағы сөз болып отырған митингке, шеруге қатысты, жаңа саяси партияларды тіркеуге қатысты қоғамның пікірі, азаматтық қоғамның айтылған ұсыныстары әлде толық көлемде меніңше ескерілмей жатыр. Бұл жерде бәлкім бір науқаншылық бар ма, асығыстық бар ма, естейміз, бірақ өзімізше жасаймыз деген бұрынғы стереотиптер ма, меніңше бұдан арылу керек сияқты. Қазір осы коронавирус кезінде осындай бір ынтыма, сынау үшін сынау емес, содан бір жақсы бір нәтиже болсын. Шынымен бір демократиялық қоғамға келейік. Митинг болатын болса, бұл өз халқымыздың жаңағыдай наразылығы, өз халқымыздың жан айқайы деген мәселені меніңше ұғынатын болсақ, ақырында осындай бір реттер байқалып келе жатыр. Меніңше жақсы бір бастаманың, жақсы бір үрдістің бастамасы сияқты маған өз басыма көрінеді. Енді жаңа экономика мен саясат бірге жүреді дейді ғой. Мына 361 кәсіпорынды қаржы бөлген кезде мемлекет айтыпты, система образующие, яғни жүйені құраушы кәсіпорындар деп. Мен айтар едім, саяси өмірдің жүйені құраушы саяси жүйенің ол азаматтар. Сондықтан өз басым осы карантиннің кезінде кейбір азаматтық белсенділерге тізе батырып, тұтқындап, әртүрлі желеумен жауапкершілікке тартып атқанын да мен қолдамаймын. Өйткені карантиннің кезінде халық қазір неғұрлым ашыққан,
қарны аш, қамалып отыр. Биліктің, біз ана жолы коронавирусты талқылағанда айттық, сол жобамыз өкінішке орай болжамымыз жүзеге асып жатыр. Айлықтан айлыққа емес, күнделікті табысқа қарап отырған халықтың қазіргі жағдайы өте қиын. Сондықтан меніңше билік дәл қазіргі карантиннің кезінде сол саяси белсенділік танытқан, сын айтқан азаматтарға сол мейлінше қатаң жаза тағайындауды қою керек. Еститін мемлекет құратын болсақ, онда ең баста әрбір азаматтың дауысы естілу керек. Ол президентке жете ма, парламентке жете ма, жоғарғы сотқа жете ма. Ал осы карантиннің ішінде біздің мына эфирге шықпағанымызға біз 2-3 апта болып кетті ғой. Біраз азаматтар хабарласып жатыр, қайдасыздар, қайда жоғалып кеттіңіздер деп. Сондықтан бір позитив қосайын, жаңа сіз өзіңіз тәжірибені айтып дедіңіз ғой. Мен де осы карантинде үйден бір қадам аттаған жоқпын. Дүкенге де барған жоқпын. Үйдегі жолдасым барды. Мен айттым, ертең жұртқа теріс үлгі көрсетпейді, мына қосанып далада жүр екен деген әңгіме болмасын деп. Сөйтіп, шашымды алайын десем, шашым тез өседі. Шашымды алайын десем, шаштараздар жұмыс істемейді екен. Тіпті жасыратын жоқ, бір таныс шаштаразды үйге шақырғым келді. Бірақ ол да өте тәртіпті шаштараз екен. Болмайды, бізде әлеуметтік дистанция болу керек деп. Сондықтан шапке киіп отырғаннан халықтан кешірім сұрап жатырмын. Сол шашымды тақырбас қылып кезіндегі әскердегідей алып тастағам, сондықтан шапке киіп отырмын. Ал жеке басқа келетін болсақ, өнімді уақытты пайдаланып жатырмын деп ойлаймын. Кітап оқу еселенді, бітпей жатқан шығармаларымызды жазып жатырмыз, әндерді шығарып жатырмыз, өлеңде жазып жатырмыз, үй ішінің шаруасына қарап жатырмыз. Мына онлайн арқылы кейде достарымызды бір жақсы бір дәстүр пайда болыпты. Онлайн арқылы үйіне бара алмай туған күнімен құттықтап, осылай Zoom арқылы, WhatsApp арқылы жаңағы бір-бірімізді құттықтап жатырмыз. Бұл да бір заманның нышаны шығар. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мемлекеттік органдардың жұмысына қатысты, олардың тиімділігіне қатысты. Жалпы осы онлайн режимге қосу, дистанциялық мәселелер бұл ертең біздің мемлекеттік басқару жүйесіне де өзінің бір оң өзгерістерін әкелсе деймін. Өйткені қазір соған үйреніп келе жатыр халық. Яғни бұл бизнеске де ертең үлкен плюс болады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі бизнестің қаржысының біраз кететіні ол мына кеңсе жалдау, әртүрлі транспорттық, басқа да қаржылар шығындар ғой. Қазір ноутбукты алып отырып алып үлкен компанияларды басқаруға болады екен. Сондықтан карантиннің жақсы жақтарын да іздейік, және ол осы лайфхактар, ноу-хаулар ол жалғаса береді деп ойлаймын. Мен ендеше сендерге қарама қарсы мәселе менікі. Мен күніге 1 сағат жүретін болдым, 10 шақырым. Ешкімге жақындамай, бірақ Айнабұлақтың ішін аралап жүремін. Қайта уақытым болғаннан кейін барып, денсаулыққа пайдалы деп мен үйге сыймайтын адаммын, әр уақытта далада жүретін адам, далаға жүретін нәрсе. Айтқанға байланысты бір нәрсе айтып кетейін. Арман Шораев, Ілиясов, тағы енді басқа адамдарды не дейміз, ұстау, жазалау деген сияқты бірден болып жатыр. Мен таңғалатыным, сонда билік солардың не айтқанында қойса екен, не дейміз, әлеуметтік желіге олар мынандай өтірік ақпарат берді айтса, біз білмейміз. Мен Арман Шораевты жақсы білетін адам, қаттырақ айтатын шығар, бірақ енді оны өтірік айтады, айтса арандатуды арнайы жасайды, мен еш уақытта айта алмаймын. Бірақ сол неліктен ұсталды деген уақыттарда ресми түрде соның мынандай сөздері үшін, мынандай нәрсені таратты деген нәрсені мен еш уақытта ұсталып дейді. Ол оппозицияға айтпесе жаңағы айқайшылдарға жақсы ойбай бәрін қырып жатыр, үкімет үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейді. Үкімет үндемей отыр билік. Билік менің ойымша әр уақыттарда солардың мынандай нәрсе істеді деп көрсету халыққа ол жоқ. Не болмаса шындығында қолдарында ештеңе жоқ, әйтеуір мыналар бізге қарсы болып атыр ғой деп жазалап жатыр ма? Мен өз басым осыған түсініксіз. Сондықтан менің билікке айтатыным, тәртіп жаңағы қорғау органдарына, прокуратураға айтатыным, егер біреулер нетсеңдер, міндетті түрде жаңағы не дейміз, баспасөз конференциясы сияқты ең болмаса көрсетіңіздер мынандай мәселесі үшін. Арман Шораев бүйтіп айтыпты, әйтпесе жаңағы Ілиясов бүйтіп айтты, әйтпесе бәленшек бүйтіп айтты, мынандай сөзі бұл шындыққа сай келмейді, бұл арандатушылық дегенді айту керек. Мен ойымша осы жағы жетіспейді. Енді коронавирус карантин деп отырмыз ғой, мемлекет үшін, қоғам үшін үлкен сын. Және оны еңсерудің бірден бір жолы мемлекеттің күшті болуы, қоғамның күшті болуы. Ал ол не деген сөз? Қандай қоғам күшті немесе қандай мемлекет күшті? Ең алдымен іште
ынтымағы, іштей бір-біріне деген сенімі мығым қоғам кез келген қиындықтарды еңсеріп шығады. Бұл тұрғыдан меніңше жаңағы Шораевқа қатысты әңгіме бола ма, басқа да қоғам белсенділеріне қатысты әңгіме бола ма, меніңше өз басы мен олардың бір жазғандарынан бір өрескел ешнәрсе көргенім жоқ. Әрине әр адамның, әр азаматтың өзінің пікірі болу керек. Демократиялық қоғамда бұл заңды, қалыпты нәрсе, және бұған бір өшпенді болудың, ол үшін бір қысым жасаудың ешбір реті жоқ. Қайта коронавирус кезінде осындай жағдай болғанда, одан бөлек ашылып отырған, жаңағыдай әбігерге түсіп отырған қоғам одан әрі ашқа түседі. Одан әрі жаңағыдай қиын қабылдайды. Және сол осындай шешім қабылдайтын меніңше ресми орындар артық қылам деп тыртық қылуы мүмкін. Меніңше сол жақтарында, сондай салдарында ойлау керек. Ал енді қалай болғанда да коронавирус өтеді. Әзірше 11 мамыр деп отыр, содан кейін көрерміз дегендей, бәлкім содан кейін сәл кештетіп шығатын шығар, бірақ соның өзінде енді ол бір уақытта шыға салу болмайды. Ол кезең-кезеңмен белгілі бір аймақтарда кейбір шектеулер әлі сақтала отырып шығатын шығар. Бұл оңай шаруа болмайды. Оның үстіне қазір Қазақстан үшін тағы бір сезімтал мәселе мұнай бағасының күрт төмендегені. Бұл экономикамызға, әлеуметтік шаруаларымызға тікелей әсері бар мәселелер. Менің айтпағым, алдыңғы айлар коронавирус аяқталып жатқанның өзінде қиын соғатын түрі бар. Жаз мезгілі, одан кейін келе жатқан көз, және бұл жерде жаңағыдай қиын жағдайды еңсеруде меніңше жауапкершіліктің бәрін билік орындарына артып қойған меніңше жеткіліксіз. Әрине билікке түрлі жаңағыдай нас өкініштерімізді, ұсыныстарымызды білдіріп жатырмыз. Олардың көпшілігі негізді де шығар, бірақ кейбір мәселелерді өзімізден де көргеніміз керек сияқты. Қоғамның өзі осы коронавирус жағдайында сабақ шығару керек сияқты. Әсіресе белсенді топтар, азаматтық қоғамның белсенділері бұрынғы заманда сияқты хайп ұстамай, бірінен бірі өшікпей, араздаспай, қайта ынтымақтығын, төзімін, балама ойға деген түсіністігін танытатын болса, меніңше біздің қоғамға ең керегі осы. Шынымен қоғамымыз жаңағыдай бір-бірін қаралау, бір-бірінің астына жаңағы әбеке өзіңіз айтпақшы тырнағы астынан кіріздеуден шаршады. Бізге жақсы, позитивті мысалдар керек. Жақсы позитивті үлгілер керек. Шынымен ел үшін жаны ауыратын, елдің болашағы үшін алаңдайтын азаматтар осындай жағдайда, осындай жауапкершілігін, адами жауапкершілігін сезіну керек. Себебі олар жалғыз ғана өз ойын білдірмейді, оларға қоғам қарап отыр, оларға жұрт қарап отыр. Осындай жауапкершілікті ұмытпасақ, және жаңағыдай қиын сәттердің бір дұрыс сабақтарды ала білсек деген тілек. Енді уақытымыз келіп қалды, сондықтан осы нотамен бүгін тамамдай тұрсақ, құрметті көрермен, бұл сіздермен болған Жаңа Қазақстан және дос көшім Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Алдағы уақыттарда сіздермен біз жүздесіп тұрамыз. Бір ғана өтініш, мүмкін болса осы Жаңа Қазақстанның YouTube каналына жазылыңыздар, бөлісіңіздер, лайктарыңызды қойыңыздар, тиісінше оның жаңағыдай кеңеюіне, оның таралуына жақсы бір қосқан үлестеріңіз болып табылады. Ал енді ораза айы құтты болсын, барлық Қазақстан азаматтарына өзінің құт берекесін әрі келсін, жақсылықта көрсек.